Қайырлы күн достар, сіздермен Мерей. Бүгін біз өте дәмді болып шығатын шоколадный пирог жасайтын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Бұл пирогтың арасы өте жып-жұмсақ болып піседі. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Алдымен бізге керек заттарды дайындап аламыз. Бізге ұн, шекер, сұйық май, сүт, жұмыртқа, сары май, разрыхлитель, какао қажет болады. Ыдысқа жұмыртқа, шекер салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Міне осылай ағарғанша миксерлеп аламыз. Үстіне сұйық майды және сары майды бірге құйып жібереміз. Сары майды микроволновкада ертіп аламыз. Жақсылап миксерлеп, ары қарай үстіне сүтімізді құйып, тағы да кішкене миксерлеп аламыз. Миксерлеп алғаннан кейін ары қарай құрғақ ингредиенттерімізді араластырамыз. Ол үшін ұн мен разрыхлительді електе араластырып, барлық ұнды бірден салып, миксерлейміз. Ұнның барлығын салып жіберуге болады. Ұн шашырап кетпес үшін алдымен миксермен осылай қозғап алып, ары қарай миксерлейміз. Елекке какаоны салып, дәл жаңағыдай етіп, барлық какаомызды електен өткізіп салып аламыз. Какаомызды шашырап кетпес үшін миксермен араластырып алуға болады. Кішкене миксерлеп, ары қарай силиконды қасықтың көмегімен араластырсаңыздар болады. Міне осылай бізде масса шығады. Осыны алып, формамызға құямыз. Формамен де 24 диаметрлік форма. Барлық массамызды құйып, дайындап аламыз. Беті бір тегіс болу үшін осылай столға ұрып, ары қарай 180 градуста қызып тұрған пеште 30 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын. Мен формадан алып, решеткада суытып алдым. Ары қарай формаға қайтадан салып, пирогтың үстіне шоколад пен сары майды микроволновкада немесе водяной баняда ертіп алып, құйып, жағып аламыз. Біркелкі етіп жағып алып, үстін қалаған затпен әсемдесеңіздер болады. Мен шиемен әсемдеп шықтым. Осы әсемдеп алған пирогымызды холодильникте 30 минутқа қойып қоямыз. Бұл пирог өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Холодильниктен алып, шоколадымыз қатқан болғандықтан формадан бірінші пышақпен босатып аламыз. Ары қарай мен сіздерге кесіп көрсетемін. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.